оптика бақылау жұмысының бірінші есебін талдап шығардық. Енді екінші есебін көрейік. Екінші есебі линзаға берілген. Есептің берілгендерін біраз дайындап қойдым. Уақытты ұнату үшін. Сызбасы дайын міне. Сызбада сарымен сызылған екі жақты стрелка. Ол линза, жинағыш линза. Ал енді АБ берілген нәрсе. Ал енді А', Б' ол сол нәрсенің линзадан алынған кескіні. Д дегеніміз ол ОБ нәрсенің линзаның оптикалық центрінен қашықтығы. ОБ' деген кесінде ол дененің кескінінің линзадан қашықтығы. ОФ деген қашықтық ол линзаның фокус аралығы деп аталады. Сонда не мәліметтер берілген бізге? Нәрсенің линзадан қашықтығы 30 см. Ал енді ол дененің алынған кескінінің қашықтығы дәл соған тең деп берілген. Яғни кескіннің линзадан қашықтығы кішкентай F, ол да 30 см-ге тең. Фокус аралығын үлкен F-пен белгілейміз. Осы шаманы есептеп табуға тиіспіз. Енді не түсінік? Бізге керекті нәрсе. Кескін салу үшін біз бұл жерде міне жазып қойдық. Екі түрлі негізгі сәулелерді пайдаландық. Ада деген сызбада көрініп тұр. Ол линзаның оптикалық осіне параллель өтетін сәуле, параллель түсетін сәуле. Сызбадан қарау керек. Ал А' деген сәуле ол линзаның оптикалық центр арқылы өтетін сәуле. Осы екі сәуле А нүктесінен өтіп линзаға түседі. Линзадан өткен кезде оптикалық оське параллель сәуле линзаның қосалқы фокус арқылы сынады. Ал линзаның оптикалық центрінен өтетін сәуле ол бағытын өзгертпейді, сынбайды. Линзаға қалай түсті, сол бағытын сақтап ары қарай кетеді. Міне сонда оптикалық оське параллель түскен сәуленің жалғасы А' нүктесінен өтеді, фокустан өтіп барып, ал оптикалық центрден өткен А' сәулесі де сол А' нүктесінен өтеді. Яғни екі сәуле қиылысады. Ол қиылысқан жерде А нүктесінің кескіні А' нүктесі орналасады. Ал енді Б нүктесінің кескіні оптикалық осьтің бойында жатады, және ОБ'-қа тең. Олай болса, кескінді оптикалық оське перпендикуляр тұрғызып сала саламыз. Яғни А', Б' ол берілген нәрсенің кескіні. Міне бұл линзада кескін салуға қысқаша бастапқы түсініктер. Есепті шығаруға кірсек, есепті шығару үшін жұқа линза формуласын жазамыз. Жұқа линза формуласы ол былай жазылады. 1 бөлінген D қосу 1 бөлінген кішкентай F тең болады 1 бөлінген үлкен F. Яғни қосынды фокус аралығына кері шамаға тең. Бұл жұқа линза формуласы деп аталады. Көрініп тұрғандай, бұл жерде бір белгісіз ғана бар. Олай болса, берілген сан мәндерді орнына қойып, біз керекті шаманы есептей саламыз. 1 бөлінген F ол 1 бөлінген 30 қосылған 1 бөлінген 30-ға тең.
есептеуіміздің жолы басқашалау. Біз фокус аралығының нақты формуласын тауып алған жоқпыз. Оған уақыт кететін болғандықтан. Біз дайын формулаға дайын сан мәндерді қойып есептеп алып, фокус аралығын соңынан таба саламыз. Олай болса, бұл жерде 1 бөлінген f тең болады. Анау 30-дан 2 болады да қысқарады. Яғни 1 бөлінген f 15-тен 1-ге тең болады. Бұл жерден бірден фокус аралығын таба саламыз. Ол 15 сантиметрге тең болады. Міне көріп отырғанымыздай есеп өте жеңіл шығады. Фокус аралығын жұқа линза формуласы арқылы жеңіл ғана есептедік. Бұл есепте әрине сызбаны сызбай қоюға да болар еді. Мына түсініктемелерді бермей қоюға да болар еді. Онда тіпті жеңіл, өте қысқасы шыққан болар еді. Мысалы, ұбт-да немесе басқа да жауапты тесттерді тапсырған кезде дәл осы есеп келетін болса, барынша қысқа, артық сызбасыз, артық мәліметтерсіз, артық формула жазбайық, шамаларды жазбайық, қысқа ғана шығарып бере салуға болады. Ал енді бірақ бақылау жұмыстарын орындаған кезде, жазба түрде орындалатын бақылау жұмыстарында есепке қатысты мағлұматтарды, түсініктемелерді толық сызбасымен түсіндіріп барып шығару керек болады. Дәл қазіргі менің берген түсініктерім, сызбаларымды сызумен қатар, менен де көбірек түсініктемелер беріп, барлығын анық етіп көрсеткен, ол өте сапалы жұмыс болады. Осыны ескеру керек. Енді бір мәселені қосып айтып ескертіп кетуге болады. Жаңа айттым, берілген формула жұқа линза формуласы деп аталады дедік. Неге жұқа линза? Жұқа деген ол қалыңдығы өте жіңішке, ескермей қоюға болатын линза деген сөз. Ал қалың линзаны алса ше, онда не болады? Бұл өте қызық сұрақ, және қажетті сұрақ. Бір ауызбен қысқа айтайын. Егер линза қалың болатын болса, линза қалыңдаған сайын линзаның айналасында жарық өткен кезде линзаның айналасында басқа да түрлі құбылыстар байқала бастайды. Ең бірінші мысалы, қалың линзадан жарық өткен кезде алдыңғы есепте айтылғандай дифракция құбылысы, интерференция құбылысы, және де дисперсия құбылысы, поляризация құбылысы деген толқындық құбылыстар біліне бастайды. Олар сәулелердің түзу сызықтың бойымен таралуына нұқсан келтіреді. Яғни геометриялық оптикадағы сәулелер түзу сызықпен таралады деген заңдылықтар орындалмай қалады. Яғни біртіндеп толқындық физика өзінің дегенін істете бастайды. Олай болса, геометриялық оптиканың формулалары, оның ішінде мынау жұқа линза формуласы, қалың линзалар пайдаланылған кезде, яғни өмірдегі шынайы қалың линзалар қолданған кезде дәл нәтижелер бермеуі әбден мүмкін. Ол жерде жаңа айтқан толқындық құбылыстарды ескеретін қосымша білім қажет болады, қосымша формулалар енгізіледі. Яғни геометриялық оптикаға толқындық физика кезінде түзетулер енгізіледі. Міне осы мәселені де бір біліп қойған жөн. Соңында осы есепке пайдалы кішкене мәлімет бере кетейін. Линзалар туралы, линзада кескін салу туралы
жақсы мәлімет алғыңыз келсе, онда интернетте менің жеке сайтыма кіріңіз. Менің жеке сайтым бар. Мені көрінісі мынау. Осы сайтта линзалар деген оқулық бар. Нағыз линзаларда кескін салуға арналған толық білім берілген. Осы оқулықты көріп, пайдаланып, жақсылап біліп алуға болады, және оптика есептерін шығаруға толығыменен пайдалануға болады.